Жарқыраған жарық бейнеңді көрмегелі де 15 жылдың көктемі өтіпті. Бұл уақыт ой түпкіріңде сақталған сағыныштың жылдары. Бұл уақыт іштегі мұңын жұтып, өткенін ұмытпаған жүректің суық сырлары. Келері күнің қайта есігін ашпайтыныңды білсек те, көңіл шіркін, жалған үміттің жібін үзгісі келмейді екен. Шуақ шашып, ойнақтаған жастығыңда, қара жердің құшағында кеткеніңде қаншама уақыт өтсе де, сағыныштың сазы өшпейді екен. Тек қимастықтан өзегін өртенеді. Ардақты әке, қимас бауыр, сүйікті ұл, халқының елеулісі болған Сұлтанғалиев Жамбыл Байтұрсынұлының қайғысы кім-кімге де оңай болмаған еді. Әр жанға орны бөлек, ерекше асыл азамат еді. Ана жүрегі үшін бала орны тым бөлек, тым ерекше. Ана мен бала махаббатымен ешкімді Құдай сынамасыншы. Бүгінде ана мейірімі ұлының әр естеліктерін жадынан шығармай, Жамбыл жаным жарығым, көзімнің қарашығы деп, әр сөзінен, әр тілегінен қалдырмайды. Сағынат, сағыныштан сарғаят. Қуанышты той думанды кештерде, ұлым шіркін осы сәттің куәгері болса ғой, деп армандайды. Әттең бұйырмады. Мен айналайын анажан, әлі ұмытпасын әр бала. Мен айналайын анажан, әлі ұмытпасын әр бала. Құдай қосқан адал жарыңмен өмір бақытын бірге құрап едіңдер. Екі жаққа тым ерте кетеміз деп ойладыңыздар ма? Ұрпақ қызығын бірге көріп, бірге өсеміз деп болашаққа қанат қақтыңдар. Алайда бұл сапар аяулы жарыңның өзі қалады деп кім ойлаған? Арқа сүйер тірегі, екінші жүрегі едің. Адал жарың 15 жылда ұрпағыңды қанаттап, орныңды жоқтатпай, есіміңді ұлықтатты. Сені мүлде ұмытпайды, мәңгілік сағынышың. Жүрек бір сәт тынбайды, неге мазалайды бұл қайғы, неге күлкім тұрмайды, неге сезім сөніп қалмайды, неге сені ұмыта алмайды, неге адамды үміт алдайды. Жақсы әке балаға 40 жыл асық. Менің әкем деп мақтан тұтар, балаларын есейіпте, бой жетіпте қалды. Уақыт сызығы қанша алыстаса да, қыздарың әке қамқорын, әке махаббатын әлі де аңсайды. Ұрпақ үшін биік таудай қорғансың, олар үшін қамал бұзар болғансың. Гүл қыздарың мәңгі сізді үлгі етер, әке деген атқа лайық тұлғасың. Қараш әке қызың өсті бой жетіп, пейілімді Құдай берді кеңдетіп. Сенің қызың екенімді естісе, жаға ұстап таң қалады ел көріп. Мендегі арман сені көру көз іліп. Түсіме бір кірсең деймін көрініп, жыламаймын ол кезде мен езіліп. Құшағыңа кіріп кетіп еркелеп, сағынышты басар едім сезініп, жалған өмір тұрғаным ай жеңіліп. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз күнімізде ауыр демек. Қара нанды бөліп жеген бауырлар бүгін сені сағынады еркелеп. Бір анадан, бір әкеден нәр алып,
бір жүректің астында орын алған бауырлар үшін бұл қайғының еш орны толмас. Өткізген талай қызық болған сәттер дәл қазір орындалмас армандай. Алыста аяулы қалда олым, аңсаумен күтеді қолда ұлын. Қалды қауын қапыста қоштаса алмай, мен сені сағындым жан бауырым. Бір жүрген күндерді ұмыта алмам, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Бірге ойнап, бірге күліп, тай құлындай бірге өскен жолдастар, адыл достар үшін сенің орның мәңгі биік, мәңгі тұғыр. Әр кештің сәнінде, әнінде өзің кіргізетін едің. Дүние-ай, бүгінде сол сәттердің тәтті мәнді кездерін бірге жүрген жолдастарың, замандастарың еш ұмытпайды. Әр кез естеріне алып отырады. Тауарман дүние жалған, қалаулайдым, қалаулайдым. Өмір жалғасып, 15 жылда ел жаңарып, өз арнасымен жүріп жатыр. Тұла бойын тұңғышын, өз теңін, адал жарын тауып тұр мысқырт. Айдар есімді жаңа ұлың, ұрпағыңа әкедей қорған, ағадай қамқоры бүгінде. Ата болып, дана болар кезіңе дәттең ай. Жауһар есімді сүйкімді немереңді өсіп келеді. Шүкір, қыздарың бой жетіп, ой жетіп өзің салып берген дара жолыңмен із басып келеді. Өзің болмасаң да, өзіңнің атыңда әскери грант бөлініп, ұрпағың жоғары білімін тегін аяқтап шықты. Бүгінде бірі білікті маман, бірі студент. Сүт кенжеңде міне, мектеп табалдырығын аяқтап та қалды. 15 жылдың ішінде атыңды ұмытпай, ер есімі ел есінде сақталсын деп өзіңе арналған аудандық көлемде әскери турнир, тұрғын мекеніне арнаулы тақта орнатылды. Ауыл жастарына үлгі болу мақсатында өзіңе арнап офицерлік көрме тақтасы дайындалды. Күні кеше әскери мерекеңе орай аяулы жарыңа офицер әйелі атағы тағайындалды. Бұл сен жүріп өткен жолдың өшпес тармағы. Бұл сен жасаған абыройлы қызметіңнің сарқылмас жемісі. Мұның барлығы өзің үшін жасалып жатса да, орныңды еш толтырмайды. Осындай жақсы естеліктердің әр сәтінен өзіңді іздеп тұрамыз. Әр жұма сайын дұғамыздасыз. Әке мен анаға, аяулы жар, сүйікті қыздарыңа, бірге өскен бауыр мен әріптес дос шорандарға, қызмет еткен еліңе, нағыз мақтан тұтар, орны бөлек дара жамбылсың, дана жамбылсың. Жұмақтық болсын мекенің, елі сүйген офицер.